Қайырлы күн, менің YouTube оқырмандарым, қалайсыздар? Мен сіздерге бүгін SPF жайлы ақпарат бергім келіп отыр. Менің қолымда екі SPF бар. Біреуі химиялық, біреуі физикалық. Жалпы SPF-ті жағардың алдын нені ескеру керек? Соны жалпы айтқым келіп отыр. Көбісі білмейді және ана SPF-ті жағып едім, күйіп кеттім, мына SPF-ті жағып едім, күйіп кеттім деп SPF-терге сосын өкпесі қара қазандай болатын ханымдар көп. Жалпы химиялық, физикалық деген SPF дегеніміз не? Физикалық, химиялық деп екіге бөлінеді. Химиялық ол сіздің теріңізге жаққаннан кейін күннен түскен ультрафиолеттерді теріге кіргізіп, жылу энергиясына айналдырады. Яғни оны пайдалы жаққа айналдырып жібереді, теріңізге зиянын келтірмейді, солай күннен қорғайды. Ал физический SPF ол сіздің теріңізге жағылған сәттен бастап сырттай қорғаныш қабатын қалыптастырып, күннен келген ультрафиолеттерді шағылыстырады, яғни қорғаныш қабатын түзеді. Енді бұл екеуінің айырмашылығы қандай? Химический SPF көбінесе ешқандай түссіз болып келеді, гель тәрізді, бетіңізге жағылғанда білінбейді. Бірақ мұны жаққаннан кейін сіз 20 минуттан кейін барып сыртқа шығасыз, өйткені бұл өзінің фильтрлерін 20 минуттан кейін жаңағыдай іске қосады. Және бұны көлеңкеде 5-6 сағатқа дейін сақтап жүре бересіздер көлеңкеде. Ал физический фильтр түс болады, бетіңізге бір тон ағартып тұрады, бетіңізге кемшіліктеріңізді жасырып тұрады. Бірақ бұны жаға салып, сіз сыртқа шыға аласыз, жаға салып қорғаныш қабатын түзетін болады. Бірақ 2-3 сағат сайын жаңартып отыру керек. 2-3 сағатқа ғана біздің күшіміз жетеді. Және 2 этапты тазалықпен кетірмесек, дәретіміз өтпеуі мүмкін. Көбінесе физический фильтрлерде суға төзімді болып, жаңағыдай 2 этапты тазалықты қажет етеді дәрет алатын кезде. Ал кейбір нарықта физический фильтр мен химический фильтр қосындысы болады. Ол кезде сіз оны жағып сразу ішіп кете аласыз. Шыдамдылығы жоғары болады. Яғни физический фильтр арқылы шыға салып сізді күннен қорғайды және ұзақ уақытқа сақтай алады. Жалпы SPF жақтым болды, мен күннің астында жүре аламын деген сөз емес. SPF жаққан күннің өзінде де сіз басыңызға кепка киіп, панама киіп, немесе шляпа киіп, қатты ыстық кездерде тіпті зонтик ұстап сақтану керексіздер. Өйткені күннен сіз SPF ультрафиолеттердің әсерінен қорғалғанмен күйіп кетуіңізден қорғай алмай қалуы мүмкін. Сосын көп қыз-келіншектерде көзінің астында не үшін түседі? Өйткені біздің көзіміз астымыз бірден күнмен тікелей контактта болады, бірден күн осы жерге тікелей түскеннен кейін осы аймақтарда қара дақ көп шығады. Сол үшін қатты күн кезінде міндетті түрде қатты градус жоғары кезінде жалпы очкиді тастамай жүруге кеңес беремін. Сол кезде осы көзіңіздің айналасындағы қара дақтар түспейтін болады. Жалпы SPF жыл 12 ай жағылу керек. Күн ыстық кезде, көктемде, жазда ғана жағу керек деген сөз жоқ. Біздің ультрафиолет күннің қыстың күнінде де активный болады. Сол үшін міндетті түрде жыл 12 ай SPF сіз жағып жүру керексіз. Ол сіздің теріңіздің қартаюын алдын алады, әдемі болып жүруіңізге көмектеседі және де қара дақтың алдын алатын болады. Сол үшін SPF жағуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде көшеге шығардан алдын химический фильтр болса 20 минут алдын жағасыздар, физический фильтр болса жағып бірден шығып, бірақ 2 сағат сайын жаңартып отырасыздар. Пайдалы болса, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта осындай косметика жайлы пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше.